So we just finished a 3-week course. Мен Америка Құрама Штаттары елінен алғаш рет Қазақстанға келіп, осы курсты жүргіздім. Бұл өте қызықты өтті. Студенттер сот процесін сахналады. Іс үкімет Маркус Альвареске қарсы деп аталды. Маркус Альварес есімді азаматқа шабуыл жасады деген айып тағылды. Негізгі мәселе оның өзін-өзі қорғау мақсатында әрекет еткені ме, әлде барда басқа адамға негізсіз шабуыл жасағаны ма деген сұрақ болды. Студенттер адвокаттардың, куәгерлердің рөлдерін орындап, өз жұмыстарын тамаша атқарды. Барлығы өте кәсіби деңгейде өтті. Егер болашақта заң саласын таңдаса, олардың мықты сот адвокаттары болатынына сенімдімін. Қонаев университетінің 3-ші курс студенті боламын. Және де біз осы жақта ағылшын тілінде судопроизводствосын практикасын үйренген болатынбыз. Рейчел ханыммен, ол бізден Америка, Миннесота қаласынан келіп тұр. Осы 3 апталық курста біз көптеген америкалық судебный системада өте көп заттар үйрендік. Және де Рейчел ханым өте мейірімді, және де өзінің ісінің білікті маманы болып келеді. Және де мен өте қатты қуаныштымын осы универ бізге сондай мүмкіндіктер беріп жатқанына. Бізге Қонаев университетіне 3 апталық Фулбрайт бағдарламасы бойынша Миннесота штатынан Томас университетінен заң ғылымдарының докторы Рейчел Элизабет Моран біздің студенттерге дәріс оқуға келген болатын. Ол дәріс бізде 3 апта өтті. Бұл дәріске құқықтық сала, соның ішіне қылмыстық құқық бойынша студенттерге дәріс берілді. Бұл дәріске біздің студенттеріміз 2-3 курс студенттері, сонымен қатар 4-ші курс студенттері қатысқан болатын. Сабақ барысында, дәріс барысында студенттер профессормен тәжірибе алмасып, сол ақш еліндегі қандай біздің елдегімен салыстырып, құқықтық салада, сот саласындағы мәселелерді қозғады. Сабақ соңында 3 апталық дәріс өтті. Дәрістің соңында ең соңғы дәріс бізде соттық процесс болды. Студенттер өздерінің білімін ағылшын тілінде, осы заң жөнінде ағылшын тілінде көрсетті.